Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай оңай әрі дәмді салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл салатты жасау үшін ең алдымен 250 грамм сиырдың етін аламызды. Осылай соломкамен жіңішке қылып тураймыз. Мінеки етімізді жіңішке қылып турап алдық. Енді сковородкамызға саламызды. Оның үстіне су құйып, етімізді 1 сағат пісіріп аламыз. Етіміз піскенше біз барлық қоспаларымызды турап дайындап қоямыз. Қиярды мен осылай ортасынан 2-ге бөлемін де жіңішке қылып турап шығамын. Қиярымызды осы видеодағыдай турап дайындап қоямыз. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязды осылай ортасынан бөліп, 4 бұрышты қылып тураймыз. Чесногымызды сәл ұсақтау қылып тураймыз. Енді помидорымызды тураймыз. Помидорды 4-ке бөліп аламыз да ортасын алып тастаймыз. Помидордың суы шығып кетеді, сол себептен ортасын міндетті түрде алып тастаймыз. Одан кейін осылай жіңішке қылып соломка қылып тураймыз. Тура видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, осы рецептпен салаттарыңыз сондай дәмді болып шығады. 1 сағат уақыт өткен соң етімізді сүзіп аламыз да сковородкамызға сұйық майымызды құйып, енді қазір қуыратын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін сарымсағымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне чесногымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы пысқан етімізді саламыз да енді үшеуін әдемілеп қуырып аламыз. Енді үстіне қантымызды саламыз, қызыл бұрышымызды саламыз және де сәл тұзымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Салатқа тұз бен бұрышты өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Осылай қызарғанша қуырып аламыз да енді үстіне 2 шай қасық соевый соус қосып араластырамыз. Мінеки біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді жаңағы укробымызды турап аламыз да осының үстіне қосамыз. Одан кейін зеленімізді қосамыз да бір араластырып алып, газымызды өшіріп тастаймыз. Салатымыз дайын болды. Енді жаңағы тураған огурцымыз бен помидорымызды осындай бір ыдысқа салып аламыз да оның үстіне мына қуырылған еттерімізді салып, әдемілеп, жақсылап араластырамыз. Салатымызды осылай асықпай жақсылап араластырып аламыз. Әр жасаған тағамдарыңызды махаббатпен жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мінеки біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алда әлі де талай рецепттер күтіңіздер.